Кітап досың, жолдасың, өмірдегі жолбасшың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Екеуміз бүгін мына әңгіме ертегі кітапты оқимыз. Бұның ішінде ақылды тоқымашы деген ертегі бар екен, оқышы. Бірде патша тағында отырғанда алыс бір елден келген жолаушы. Біз қызымыз Алуа екеуміз оқуға құштар жобасы аясында ата-анамен оқимыз атты ертегінің 3-ші бөлімінде келді. Бүгінгі тақырыбымыз Еңбекпен табылған ақша. Бір адамның өте жалқау ұлы болыпты. Оның ештеңе үйренгісі де, істегісі де келмейді екен. Сөйтіп ер жеткенше без сонда таба алмапты. Мен 2-ші А сыныбы оқушысы. Ағабек қызы Аяла, ал ендеше ертегіні бастайық. Түлкі мен қаздар. Бір күні аш түлкі көгалға келеді. Көгалда бір топ қаздар жайылып жүрді. Қаздарды көрген түлкі қуанып кетеді. Нұрали екеуміз осы бір ертегі кітабыдан, әке өсиеті деген ертегіні оқимыз. Мен саған басын бастап оқып беремін, сен ары қарай өзің жалғастыр, жарай ма? Әке өсиеті. Бір қарияның 2 ұлы болыпты. Қария дүниеден өтерінде балаларын шақырып алып былай депті: Мен сендерге мұра қалдырып барамын, бірақ бұл 3 аңшы. Баяғы заманда 3 аңшы өмір сүріпті. Екеуінің сақалы бар, ал біреуінің сақалы жоқ екен. Бір күні олар далаға құс атуға шығады. Күні Үлкен пеш, бір адамның үлкені үйі болыпты. Үйде үлкен пеш бар еді. Үлкен әбден зәбір көріп, шаршаған тышқандары жиналып, өзара кеңес құрды. Олар мысықтан заманда қарт бақташының кәрі есегі болыпты. Бақташы есегі өмір сүріпті. Олардың текесі мен қошқары болыпты. Бір күні шал кемпіріне текемен айнала осыны өнеме танып жүретін. Егер бұл жұмбақты шешпесе, барлық данагөйлері өлім жазасына кесетіні туралы қатар жарлық шығарды.